Фильм Мэри есімді хирургия студентінің күркетауыққа тігіс салу тәжірибесінен басталады. Ол студенттік несиелерін төлеуде қиналып жүр. Бұл оның сабақ барысында доктор Грантпен қиындыққа тап болуына әкеледі. Өйткені банк қоңыраулары оны алаңдатады. Алайда дәрігер оның бойынан үлкен потенциалды байқап, жеңіл жазамен құтылуына мүмкіндік береді. Үйіне оралғанда Мэри телефон байланысының ажыратылғанын біледі, себебі ол уақытында төлем жасамаған. Күйзелістен арылу үшін әжесімен сөйлескенді ұнатады. Әжесі оған соңғы оқиғаларды баяндап жатқанда, Мэри газеттегі хабарландыруларды қарап, жоғары жалақы төлейтін ересектерге арналған жұмыс орнын байқайды. Неге байқап көрмеске деп ойлап, ол жұмысқа қызығушылық танытып, хабарлама жібереді. Көп ұзамай оны сұхбатқа шақырады. Ол стриптиз клубына жұмысқа түсуге өтініш бергенін біледі, және сол жерде клуб иесі Билли Баркермен кездеседі. Билли одан пальтосын шешуді сұрайды. Содан кейін іш киімдерінің тым қымбат көрінетінін байқаған соң, денесін бағалап, оған массаж жасауды ұсынады. Мэри массажды енді бастап жатқанда, күзетшілердің бірі жүгіріп келіп, Биллиге шұғыл жағдай болғанын хабарлайды. Билли асығыс кетіп қалады да, кейін үрейленген күйде қайта оралады. Ол Мэри туралы оқып, оның медициналық студент екенін түсінеді. Жертөледе қатты қансырап жатқан адам бар, және оларға оны аман алып қалу үшін кәсіби маман қажет. Бұл медициналық лицензиясыз жұмыс істеу, бірақ неге байқап көрмеске. Мэри келіседі. Билли оған шұғыл ота жасау үшін $5000 ұсынады. Операцияны аяқтап, ақшасын алған соң, Мэри үйіне жүгіріп келеді. Өз-өзін қандай қауіпті іске араластырып қойғанын түсініп, үрейге түседі. Біреу оның артынан келуі мүмкін деген қорқынышпен ол түні бойы ұйықтай алмайды. Таңертең ол белгісіз нөмірден қоңырау алады. Қоңырау шалған адам өзін Беатрис Джонсон деп таныстырады. Алайда Мэри ешкіммен сөйлесуге дайын емес. Сол себепті қателесіп қоңырау шалыпсыз деп телефон тұтқасын қояды. Біраз уақыт өткен соң, есік домофоны шырылдайды. Бейтаныс әйел оған сәлемдеме бар екенін және қол қою керек екенін айтады. Мэри бұл туралы көп ойланбастан есікті ашады. Бірақ есігі ашық тұрғанын байқаған соң, қолына бейсбол таяғын алып, ішке кіріп кеткен бейтаныс адамға шабуыл жасауға дайындалады. Бұл Беатрис болып шығады. Ол қатты пластикалық операциялар жасатып, Бетти Бупқа ұқсағысы келген әйел еді. Денесін айтсаңшы, нағыз бұлшық еттер. Ол Мэриге $200 беріп, жай ғана оны тыңдауды сұрайды. Беатрис досына көмектескісі келетінін айтып, Мэриге ветеринарлық клиникада досы Рубиге ота жасау үшін $10,000 қолма-қол ақша ұсынады. Қосымша ынталандыру ретінде ол тағы $2000 қосады. Неге байқап көрмеске? Мэри клиникаға жұмыс уақыты аяқталғаннан кейін келеді, және көптеген пластикалық оталар жасатып, шектен тыс ботокс салдырған Рубимен танысады. Руби өзіне қажет өзгерістердің соңғы кезеңіне жеткенін түсіндіріп, омырауы мен жыныс мүшелерін алып тастағысы келетінін айтады. Мұны заңды жолмен жасауға болар еді, әлдеқайда қауіпсізірек те болар еді. Бірақ неге байқап көрмеске? Мэри операцияны аяқтаған соң, Беатриске Рубиге операциядан кейін қалай күтім жасау керектігі жөнінде кеңестер береді, және өз нөмірін басқа достарына бермеуді сұрайды. Беатрис Мэриге алғысын білдіріп, Руби өзінің веб-сайтында операция туралы жаңартулар енгізгенде, оны қалай атау керектігін сұрайды. Мэри оған өз қалауынша бірдеңе ойлап табуды ұсынады. Үйіне жеткен бойда Мэри құсып жібереді. Өйткені ол алғаш рет осындай ерекше операцияны орындады. Көп ұзамай Мэри хирургиялық резидентурасын бастайды. Оның жетекшісі доктор Уолш, ол басқа профессорлар сияқты Мэридің болашағынан зор үміт күтеді. Бір күні доктор Уолш оны доктор Гранттың үйінде өтетін кешке шақырады. Барлық хирургтер жиналатын бұл шара жақсы байланыстар орнатуға мүмкіндік болар еді. Неге байқап көрмеске деп Мэри кешке баруға келіседі. Ол ертерек дайындалып алып, уақыт өткізу үшін Рубидің веб-сайтын қарап шығады. Онда дене модификациясының шектен шыққан түрлерін көріп, шошып кетеді, дереу ноутбугын жабады. Кешке келгенде ол мүлде басқа нәрсеге тап болады. Ер адамдар сол жерде жүрген әйелдермен, жезөкшелермен өздерінің нәпсіқұмарлық қиялдарын жүзеге асырып жатыр. Мэри тек жалғыз жас резидент ретінде шақырылғанын байқайды. Оған доктор Блек сусын береді. Ал біраз уақыттан кейін доктор Грант оған қосылады. Кенеттен ол басының айналып бара жатқанын сезеді. Доктор Грант оған көмектескендей болып, оны жатын бөлмесіне апарады. Содан кейін өзісін камераға түсіріп, ойына келгенін жасайды. Келесі күні Мэри есін жиғанда, жанында ұйықтап жатқан доктор Грантты көреді. Оның өмірі енді бұрынғыдай болмайды. Ол резидентурадан шығып кетеді. Жек көрушілікке толы, Мэри кек алуды көздейді. Ол Биллиге доктор Грантты ұрлап әкелуді тапсырады. Билли мен оның күзетшісі Грантты Мэридің пәтеріне алып келеді. Ол енді өзінің жеке клиникасына айналған. Доктор Грант байлаулы жатыр, ал Мэри оны тәжірибе жасау үшін қуыршағына айналдырады. Ол дене модификациясы саласындағы мансабын бастауды шешіп, өз портфолиосына қосу үшін танымал өзгерістерді сынай бастайды. Грантқа жергілікті анестезия салып, оған бірнеше ота жасайды, тілін екіге бөлу, аяқ қолдарын кесу, және тағы басқа тәжірибелер. Көп ұзамай,
Мэри Грантқа жасаған операцияларының суреттерін қараңғы интернетке жүктейді. Және қанды Мэри деген атпен танымал бола бастайды. Ол адамдарды өздерінің қалаған бейнесіне айналдыру үшін кез келген шектен шығуға дайын. Ерекше қабілетті хирург. Мэри өзінің пәтерін кеңес беру орнына айналдырып, бірнеше клиентін қабылдаған соң, жұмысқа шығу үшін пәтерден кетеді. Көшеде оны полиция детективі Долар тоқтатады. Ол доктор Гранттың жоғалуын зерттеп жүр. Детектив доктор Уолштан оның есімін білгенін айтады. Себебі Уолш полицияға Грантқа қарсы өшігіп қалуы мүмкін студенттердің тізімін берген. Мэри ештеңе білмегендей кейіп танытып, медучилищеден кеткен соң доктор Уолшпен байланысын үзгенін айтады. Кейін Мэри Биллимен кездесу үшін оның барына барады. Билли Мэриді экзотикалық билеп жатқанда елестетіп, оған деген сезімін байқайды. Алайда ол қиялынан арылып, өзін сабырға шақырады. Мэри оған емес, сол жерде жалаңаш өнер көрсетіп жатқан Беатриске келгенін айтады. Беатрис өзінің бейтаныс әрі еліктірер Бетти Буп стиліндегі нөмірін орындап жатқанда, Мэри Биллимен сөйлесіп, доктор Уолштың есімін полицияға бергеніне ашулы екенін білдіреді. Билли дереу ашуға булығып, онымен бірдеңе жасайын ба деп сұрайды. Алайда Мэри мұны қаламайтынын айтады. Көп ұзамай Мэри Беатриспен бірге кетіп, Рубидің пәтеріне барады. Сол жерде ол Рубидің тұрмысқа шыққанын біледі. Беатрис Мэриге визитка ұсынып, дене модификациясы бойынша ең ірі веб-сайт иелерінің оның жұмысын көріп, онымен серіктес болғысы келетінін айтады. Мэри барған сайын танымал бола түседі. Оған жаңа ерекше жұмыс ұсынылады. Егіз апалы сіңлілер олардың денелері үнемі байланысты болуы үшін сол қолдарын ауыстырғысы келеді. Сонымен қатар олар өз келбеттерін шайтандай етіп өзгерткілері келеді. Бірнеше күннен кейін Мэри доктор Грантты ұстап отырған қоймаға барады. Ол қазір аяқ қолынан айырылған, аузын тігіп тастаған, жыныс мүшелері жоқ. Ал Мэри оның құлақтарын да кесіп тастауды жоспарлап отыр. Ол Гранттың арқасындағы терісін тесіп, ілгектерге іліп қойған. Мэри оны веб-сайтына жүктеу үшін суретке түсіріп жатқанда, қойма күзетшісі оны байқап қалады. Күзетші Грантты босатпақ болғанда, Мэри оны өлімші етіп ұрып өлтіреді. Осы уақытта Билли доктор Уолшты Мэри туралы полицияға ақпарат берген үшін қатыгездікпен ұрып соғып, оны азаптап өлтіреді. Егіз апалы сіңлілердің сәтті операциясынан кейін Мэри ескі пәтерінен көшіп, кеңірек орынға қоныстанады. Оның бір бөлігін студияға айналдырып, клиенттерінің портфолиосы үшін фотосессиялар өткізеді. Ол кезекті клиентімен жұмыс істеп жатқанда, оған детектив Долар қоңырау шалып, пәтеріне келуге рұқсат сұрайды. Мэри келісіп, жасырын клиникасын жасырып қояды. Детектив оған доктор Уолштың да жоғалып кеткенін хабарлайды. Тергеу барысында доктор Грант пен доктор Уолштың бірге оргиялар ұйымдастырып, қатысушы қыздарды есірткімен улап, оларды видеоға түсіргені анықталған. Детектив Долар Мэридің де сол құрбандардың бірі болғанын сезеді. Алайда оның видеосын таппаған, өйткені оны доктор Уолштан Билли алып кеткен. Детектив Мэриді тек көмектесу үшін іздеп жүргенін айтады. Ол кеткеннен кейін Мэри әжесіне қоңырау шалады, бірақ оның қайтыс болғанын біледі. Бұл жаңалық оның психикалық күйіне ауыр соққы болып тиеді. Мэри Биллиден доктор Уолштың жоғалуына қатысы бар жоғын сұрау үшін оны іздеп барады. Алайда барға келгенде Биллидің бір бишімен көңіл көтеріп отырғанын көреді. Оның қызғанышы оянып, біраздан соң дәретханада ашу үстінде қызға хирургиялық құралмен шабуыл жасамақ болады. Алайда сол жерде камераны байқап, өзін тоқтатады да қызды жібере салады. Биллидің Мэриді елестетуі барған сайын қатыгез сипат ала бастайды. Ол оның өзін пышақтап жатқанын қиялдайды. Бірақ бұл оған Мэриді Лос-Анджелеске бірге көшуге шақыруға кедергі болмайды. Мэри ойланатынын айтып кетіп қалады. Осы уақытта Рубидің күйеуі ұзақ сапардан қайтып келеді. Алайда Рубидің соңғы операциясын көргенде есінен танып ашуға мінеді. Кек алу мақсатында ол Беатриске шабуыл жасап, оны өлімші етіп азаптайды. Мэри туралы ақпарат алу үшін. Мэри үйіне қайтып келе жатқанда, оны Рубидің күйеуі аңдып тұрады. Ол кенеттен шабуылдап, Мэридің ішіне пышақ салады. Алайда Мэри де оңай беріле салмай, оның құлағын тістеп жұлып алады. Олар екеуі жерге құлап түседі. Мэри жараланған күйде сүйретіліп, жасырын клиникасына жетеді. Өз жарасын тігбек болғанымен, ақыры қансырап өледі. Полиция келгенде, Мэриді пәтерінің ортасында қанға боялып жатқан күйде табады. Жанында оны пышақтаған ер адам ес-түссіз жатыр. Олар Мэридің барлық заңсыз операцияларының жазбаларын, соның ішінде доктор Грантқа жасаған қорқынышты оталарын тауып, көргендері полиция қызметкерлерін шошытады. Мэри қанға тұншыққан күйде, бос кеңістікке үңіліп, мәңгілікке жансыз қалады. Кезінде керемет болашағы бар хирург болуы мүмкін қыз. Бір адамның нәпсіқұмарлығының құрбанына айналып, өмірін осылай аяқтады. Осылайша бұл фильмнің оқиғасы тәмам. Көргендеріңіз үшін рахмет.